бастайық. Қысқа талдаудың с деңгейі, бұл жақта көбінесе геометрия и өтпеген тақырыптар. Бірінші есеп. Мына функцияның туындысын табыңыз дейді. Және бұл жерде бір емес, екі функция берілген. Бізге бұл жақта біріншіден көбейту ережесі керек. Яғни екі функцияның көбейтіндісін туындысын тап десе, бірінші функцияны туындылаймыз, екінші функцияны көбейтеміз. Сосын бірінші функцияны көбейтеміз, екінші функцияны туындылаймыз. Одан кейін бізде e-нің x дәрежесінің туындысы, ол қайтадан e-нің x дәрежесін береді. Және ln x-тің туындысы бізде 1 бөлінген x-ті береді. Осыларды біле отыра есепті шығарайық. Ең бірінші функцияның туындысы, яғни e-нің 2x дәрежесінің туындысы көбейтілген екінші функцияны дәл солай жазамыз. Қосылған бірінші функция дәл солай қалады, өзгермейді. Екінші функцияның туындысы. E-нің x дәрежесінің туындысы қайтадан өзі шығады деп айттық қой, сонда e-нің 2x дәрежесі шығады. Бірақ мына дәрежесіндегі күрделі функция тұрғандықтан fx деген 2x-тің да туындысын табамыз. Бұл жақта бізде 2 болады. Мына ln 3x-1 деген солаймен жазылады. Қосылған e-нің 2x дәрежесі. ln-нің туындысы ол 1 бөлінген x, яғни 1 бөлінген 3x-1. Тағы да мына ішінде күрделі функция тұрғандықтан 3x-1-дің да туындысын аламыз. 3x-ның туындысы 3 болады, сандікі 0 болады. Сонымен 3 азайту 0, 3. Так, енді мұны ортақ бөлімге келтіреміз. Бізде ортақ бөлім өзі 1 бөлшек 3x-1. Мұнаның бәрін 3x-1-ге көбейтеміз. Сонда 2 e-нің 2x дәрежесі 3x-1-ді көбейтейік. Ақшамен, ln 3x-1. Қосылған, мына екеуіне ештеңе көбейтілмейді. 1 көбейтеміз ғой. Қысқаша айтқанда. E-нің 2x дәрежесін жақшаның сыртына шығарсақ, үстінде 2 3x-1 ln 3x-1 бөлінген 3x-1. Ой, кешірім сұраймын, мына жерде қосылған 3 қалып қойды. Мына жерден e-нің 2x дәрежесін алып кетсек. Так, сонда бұл жауапқа келетіні бізде мына d жауабы. Келесі. Так, қой. Төбелері. Слишком рахмет жетіп алды. Так, төбелері координатымен берілген. А, Б, С, үшбұрышы. А-сы және Б-сы бүйір қабырғалары болатындай. Яғни А-сы мен Б-сы тең. М-нің қандай бәріне берілген үшбұрышы. В общем, А-сы Б-сы бүйір қабырғалары, или былай салсақ. Так, мына жерде С болады. А, Б-сы, А-сы мен Б-сы тең. И А-Б табаны бізде үшінші қабырғасы. Так, тең берді деген екі қабырғасы тең. Яғни ұзындықтары тең болу керек. Егер координатасы берілсе, екінші нүктенікі, бірінші нүктенің координатасы берілсе, онда осы ненің ұзындығын кесіндінің мына формуламен табады. x2 азайтылған x1-дің квадраты қосылған y2 минус y1-дің квадраты. Все, енді бізде бірінші
bc немесе cb'ның ұзындығын табайық. Так, cb десек, яғни екіншісінен біріншісін азайтамын. Бізде b деп мен екіншісін аламын. 2-ден азайтамын 4-ті. Соның квадраты и плюс минус 1-ден азайтамын m-ді. Бұл тең болады ac-ға ac-ның ұзындығы. Так, 4-тен 1 алсақ 3-тің квадраты и m азайтылған 3-тің квадраты. ac, cb, bc без разницы. Екеуі тең, квадраттың түбірәсін алып тастасақ, жақшаны ашайық. 2-ден 4 алсақ минус 2, оның квадраты 4. Қысқаша көйді формуласы 9 на m квадрат минус 6m плюс 9. Так, 2m-ді мына жаққа жіберейін, сандардың бәрін жаққа жинайын. Сонда 8m тең болады, мына 5. 5-тен 18 азайтсақ. Так. Ой, мындай плюс 2 ме? Так, өйткені минус 1 и минус m екен ғой. Так, сонда мына 6m былай ауыстырсақ. Мен деген ұйықтап отырмын. Мына жерде минус 6m ғой. m квадрат минус 6m плюс 9. Сонда 6m-ді былай ауыстырайық. Наоборот, сонда 8m болады. 9-9 18. И одан 5 алсақ 13. m дегеніміз 13 бөлу 8. Так, пирамида берілген. Табан қабырғасы 2 см. Бүйірқылар өздері дұрыс 3 бұрышты. Дұрыс пирамида деген табанында тең қабырғалы 3 бұрыш жатыр и қырлары тең. Так, бәрі емес, просто табанындағы қабырғалар өзара тең. Мынаяғы 2 ғой, мынаяғы 2, мынаяғы 2. Бүйір қырлары өзара перпендикуляр дейді. Яғни бүйір қырларда қай жерде қиылысып тұр? Мына жер перпендикуляр. Мына қабырғасы тоже перпендикуляр болады. Так, мынаны x деп алайын, мынаны x деп алайын, мынаны x деп алайын. Сонда бүйір қырын табайын бірінші. Пифагор теоремасын қолдансақ, x-тің квадраты қосылған x-тің квадраты тең 2-нің квадраты 4. 2x квадрат тең 4, x квадрат тең 2, x тең түбірасты 2. Бұл бізде бүйір қыры. Жалпы көлемнің формуласы 3-1 s табан көбейтілген h. S табанды спокойно таба аламыз. 3 қабырғасы берілген, тең қабырғалы 3 бұрыш екені берілген. Бізге керегі биіктік. Биіктікті енді былай табамыз. Бұл жерде бізге басқа түспен салсам, бізге көмектесіп тұрған нәрсе ол табанында тең қабырғалы 3 бұрыш. Былай бүйтіп түскен кезде биіктік 90 градус болып түседі ғой. Мына жер бізде былай сырттай сылған шеңбердің үшбұрышқа радиусы болады. Сонда былай істейін. Так, мына жерден бастайық. Жүрт. Вот, SHC деп алсақ, мына HC деген ол сырттай сылған шеңбердің радиусы. Яғни былай үшбұрышты алсақ, S, H, C. Мынау бізде биіктік, мынау бізде бүйір қыры түбірасты екенін таптық. И мына жерде сырттай сылған шеңбердің радиусы. Сырттай сылған шеңбердің радиусының екі формуласы бар. Біреуі ABC бөлінген 4S,
екіншісі синустар теоремасы арқылы. Екеуімен де табу проблема емес. Екеуімен де оңай табылады осы жерде. Но мынаны қолданып көрейік, иә. Бұл формуланы көбісі жатқа білмейді, сол үшін үйрене беру үшін. Так, бізге S керек. Үшбұрыштың ауданның формуласы 2-ден 1, 2 қабырғасын көбейтеміз. Екеуінің арасындағы бұрыштың синусына көбейтеміз. Енді 2 қабырғасы бұл тең қабырғалы үшбұрыш болғандықтан бірдей. Синус 60 градус, өйткені тең қабырғалы үшбұрыштың үшбұрышы тең. Түбірасты 3 бөлу 2. 2 қысқартсақ, мына түбірасты 3 шығады. Так, и радиустың формуласын тапсыз қойсақ, А, Б, С үшеуі де 2-ге тең. Так, S түбірасты 3, сонда бізде 4 пен 4 қысқартсақ, 2 бөлінген түбірасты 3 қалады. Так, әрі қарай бізге H керек формулаға. Бұны осы жерден Пифагор теоремасы арқылы табамыз, яғни. Так, R-дің квадраты, яғни 4 бөлінген 3 қосылған H-дің квадраты тең болады бүйір қырының квадратына, гипотенузаның квадратына 2-ге. Осы жерден H-дің квадратын былай істесек. Так, 3-тен 2. Сол кезде H бізде түбірасты 2 бөлу түбірасты 3. Все болды. Формула қойған алды. Так, V тең 3-тен 1, S табан көбейтілген H. 3-тен 1, S табан жаңа таптық, түбірасты 3 екен. H-ты таптық, түбірасты 2 бөлу түбірасты 3. Сонда бізде түбірасты 2 бөлінген 3 шығады. Бұл бізде Е жауабы. Өте қызық есеп мынау. Көрініп тұр, иә, бірінші интегралды тауып алуымыз керек. Жалпы мына формула керек болады. X-тің n дәрежесінің интегралы ол X-тің n қосылған 1 дәрежесі и бөлінген n қосылған 1 плюс c. Так, мына жерде мына 4-ті интегралдың алдына шығарайын. Сонда X-тің интегралын табу керек болады. Бұл X-тің 1 дәрежесі ғой, X деген, иә. Сонда интегралдың өзі не болады? X-тің квадраты бөлінген 2. 1-ден 2-ге дейін. Енді 4 пен 2-ні қысқартпасақ, 2x квадрат 1-ден 2-ге дейін. Бірінші 2-ні қоямыз. 8 азайтамыз. B-ді қоямыз. 2 болады. 6. Сонда 6 үлкен 5 бөлінген 2x қосу 1. Осы жерде 2x плюс 1-ді бұлай көбейту жерге болмайды. Бұл теңсіздік. Не істейміз? Бәрін бұлай алып келейік. Бір жаққа. Ортақ бөлімге келтірейік. Нақты енді 6 өзі тұрғасын 2x плюс 1-ге көбейтеміз. 12x қосу 6 азайту 5 үлкен 0-ден. Сонда 12x қосылған 12x қосылған 1, 2x қосылған 1 үлкен 0-ден. Бұл бізде бөлшек рационал теңсіздік. Қалай шығарады? Үстін 0-ге теңестіреміз. X тең минус 12 бөлінген 1. Астын 0-ге теңестіреміз. Тең емес деп аламыз. X тең емес. Минус 2-ден 1. Мен бөлек-бөлек жасап жүруге болмайды. Себебі неліктен бір ғана знак тұр ғой. Бір знак болса, үлкен емес, онда бір аралық болу керек. Бай аламыз. Минус 12-ден 1 үлкенірек бірінші тұра ма? Минус 2-ден 1 үлкенірек тұра ма?
12-ден 1 мен 2-ден 1 салыстырамыз. 2-ден 1 үлкенірек. Сондықтан минус 2-ден 1 кішірек. Минус 2-ден 1 и минус 12-ден 1. Вот 0-ді ала салсақ болады мына жақтан. Екеуді неға қоямыз. Екеуді плюс болады. 1-ді 1-ге бөлсек. Плюс, минус, плюс. Бізге 0-ден үлкен жағы керек. Мына жақ және мына жақ. Жауабы бар деп үміттенемін. Кажется, көрінбей алған мына жауап сияқты. Жауабы минус x-тіктен минус 2-ден 1-ге дейін. Минус 12-ден 1-ден плюс x-тікке дейін. Так, келесі. Бірінші бөлшкеде спирт пен судың қоспасы 3/5 қатынасындай. Екіншісінде 5/7 қатынасындай. Спирт пен су 2/3 қатынасындай ететіндей 15 шелек қоспалау үшін әр бөлшкеден қанша шелек алу керектігін табыңыз дейді. Біріншісінде 3/5 дейді. Екіншісінде 5/7 дейді. Так, мынаяқта 8 бөлік, мынаяқта 12 бөлік. Так, бетен мынаны 3/5 қатынасы деген бар, соны 3-ке көбейтейін. Сонда 9/15 қатынасындай деп тұра берсін. Мынаяқта 5/7 деген 2-ке көбейтейін. 10/14 қатынасындай. Мына екі қатынасы бірдей ғой, қысқартқанда, иә. Мына екі қатынасы не үшін? Себебі 9-ға 15 қоссақ 21 ғой, иә. Ой, 24 ғой. 10-ға 14 қоссақ 9/24. Сол бірдей бөліктердің саны бірдей болу үшін. Енді былай қылайық. Мына енді екеуінде де бөлшкеде екеуі бірдей ғой саны, көлемі. Типа екеуінде 24 килограмм қылып алып алдық. Мына олай алмайтын едік, себебі бірдей жалпы екі бөлшкедегі жалпы қоспаның негізі несі бірдей болу керек, килограммы. Мына 3 килограмм, 5 килограмм, 5 килограмм, 7 килограмм деп алсақ, 8 килограмм, 12 килограмм болып кетеді. Біз бірдей қылып алдық. Енді давайте вариантпен мысалға шығарып көрейік. Бірінші бөлшкеден 7 шелек, екінші бөлшкеден 8 шелек дейді. Сонда 9 көбейту 7 қосылған, сразу есептейінше, мен жазып істемей атқайын. Бірінші бөлшкеден 7 қосылған, екінші бөлшкеден 8, 63-ке 80 қоссақ, 143. 15-ті 7-ге көбейтсек 105 қосылған, 14-ті 8-ге көбейтсек 217. Мына екеуі 2/3 қатынасын бермейді ау. Яғни келмейді. Так, давайте екінші вариант тексеріп көрейік. Бірінші бөлшкеден 6 шелек. Сонда 54 қосылған, екінші бөлшкеден 9 шелек, 90, 144. Вот мынау уже жақындады. Так, дальше. Бірінші бөлшкеден 6 шелек, 15-ті 6-ға көбейтеміз, қосамыз. Екінші бөлшкеден 9 шелек, 9-ды 14-ге көбейтеміз. 216. Мынау что-то келеді. Жоқ. Екеуі де 3-ке бөлінеді, иә. Мынау 72 болады, 3-ке бөлсе. Мынау бізде 46 болады. Тағы бөлсек 23-ті. 46 емес, 3-ке бөлсек 48 болады. Так, 24-ке бөлінеді. 3-дің 2-ге қатынасы. Вот шықты. Бұл вариант. Яғни, не істедім? Бірінші қатынастардың қосындысын тең қылып алдым. Сосын, мынадан 6 шелектен аламын. Мынадан 6, мынадан 9, мынадан 6, мынадан 9. И бет килограммдарын қосып қарағанда бізде 2-ның 3-ге қатынасы болады. Осы типе жыным еді. Лучше геометрия. Дұрыс, үшбұрышты призма. Яғни призма деген андай зат.
дұрыс үшбұрышты дедім, жаңа айттым иә, табанында дұрыс үшбұрыш жатыр, тең қабырғалы үшбұрыш. Диагоналі табан жазықтығымен дұрыс үшбұрышты призма бүйір жағының диагоналі. Вот мына бүйір жағын алайық, қызылмен. Табан жазықтығымен 30 градус бұрыш жасайды. Бүйір бетінің ауданы 72 түбір асты 3 болса, салатса призманың көлемін табыңыз. Так, мына бүйтейік. Мына үшбұрыштың қабырғаларын А дейін, аны H дейін. Мына тоже А, H. Енді бізде бүйір бетін ауданы деген полный А мен H-ты көбейтеміз. Мысалы, бір бүйір бетін ауданы. И оны 3-ке көбейтсек, толық бүйір бетін ауданы шығады. Яғни 3 бүйір беті бар ғой, былай. Так, одан кейін бізде 30 градус дегенді пайдалану керек. Бізде мынандай бар. 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең деген бар, бірақ ол бұл жерде қатты керек емес ау. Бізге мына жерде не керек айтайын ба? Давайте тангенс қолданайық. Бұдан да жеңіл жолдары бар шығарудың. Мен тангенспен шығарғым келіп тұр. Тангенс 30 градус. Тангенс деген ол мына қабырғаның мына қабырғаға қатынасы. Яғни тангенс 30 градус, мына бұрыштың тангенсі ол қарсы катеттен мына іргелес катетке қатынасы. Уағалейкум ассалам. Тангенс 30 бізде 1/3 қой. Сонда А дегеніміз былай көйтсек, H түбір асты 3, мына жаққа қойсақ 3 түбір асты 3, H-тың квадраты тең 72 түбір асты 3. Мына екеуі кетеді. H-тың квадраты 72-ні 3-ке бөлсек 24. Сонда H дегеніміз түбір асты 24. Деген неменен көйтіндісі 4 пен 8-дің 4 пен 6-ның көйтіндісі 3 түбір асты 6. Нені тап дейді? Призманың көлемі. Бұл бізде не таптық? H таптық. Ал мына жаққа қойсақ 2 түбір асты 18, бұл бізде 9 шығып кетеді. 6 түбір асты 2. Так. Призманың көлемі S табан көбейтілген H-ты білеміз. S табан деген үшбұрыш жатыр. 2-ден 1 AB синус альфаны қолдана салайық. 2-ден 1 қабырғасы 6 түбір асты 2, 6 түбір асты 2 көбейтілген синус 60 түбір асты 3 бөлу 2. И түбір асты 2-ні түбір асты 2 көйтсең 2, біреумен қысқартайық. 6, 2 бөлсек 18, 18 түбір асты 3. Сонда V-ны тапсақ 18 түбір асты 3 көбейтілген 2 түбір асты 6. Так, 36 түбір асты 18. Түбір асты 18 ол 9 бен 2-ні көбейтіндісі 3 шығады. 108 түбір асты 2. Бар екен. Так, бұдан мына жерде бар ғой. Тангенстің анықтамасын білу керек. Ол іргелі қарсы жатқан катет бөлінген іргелес қатынасы. Тангенстің анықтамасын білмей-ақ та шығаруға болады негізі. Но самый тез жолы. Пифагор теоремасы арқылы шығарып тастауға болады. И ол шамалы ұзақтау. Так, волейбол жарысы. Волейбол спорты 1895 жылы пайда болды.
әр командада 6 адам қатысады, әр жыл сайын волейболға қатысатын 6 қыз 7 ұл арасында 6 адамнан тұратын команда болып болады. Но бізде просто команда құр деп тұр, мына жақта шарт жоқ, мынанша қыз мынанша ұл болу керек деген. Бәрін бірдей қараймыз. Неше адам бар бізде? 6 қыз 7 ұл болғандықтан 13 адам бар. Соның ішінен 6 адам таңдау керек. Терумен формуласы 13 факториал, 6 факториал астында, 13-тен 6 алсақ 7 факториал. Так. Енді мына жерде былай істеуге болады. 13 факториал деген ол 7 факториал. Көбейтілген 8, көбейтілген 9, көбейтілген 10, көбейтілген 11, көбейтілген 12, көбейтілген 13. Так, қысқартып тастаймыз. Так, и 6 факториалды бөлеміз осыған. Так, калькулятор қолдана салайық. мың 716 дейді. 1716. Бұл бізде С жауабы. Құрылған команданың ішінен капитанды қанша тәсілмен таңдауға болады? Вот, команданың ішінде неше адам бар? 6 адам. Неше адам капитан бола алады? 6-ау да капитан бола алады. Сондықтан Д жауабы. 6 тәсілмен капитан таңдай аламыз. Құрамында 2 қыз 4 ұл болатындай етіп команданы құрудың. Вот, мына жерде қараңдар. Былай істейміз. Бізде 2 қыз таңда дейді. 2 қызды енді неше қыздың ішінен таңдаймыз? 6 қыздың ішінен. 6 қыз бар, соның ішінен екеуін теріп аламыз. Және 4 ұл теріп алу керек. Неше ұл бар? 7 ұл. 7 ұлдың ішінен екеуін. И осыны көбейтеміз. 6 факториал, 2 факториал, 6-тан 2 алсақ 4 факториал. 7 факториал, кешірім сұраймын. Бөлінген 2 факториал, бөлінген 5 факториал. Екеуінің көбейтіндісі. Мына екеуін жаңағыдай қысқартсақ, 5 пен 6-ның көбейтіндісі алады. Бөлінген 2 факториал. 7 мен намен қысқартсақ, 6 көбейту 7 бөлінген 2 факториал. 2 факториал 2 кетеді. 1 мен 2-ның көбейтіндісі. Так, сондай 5, көбейтілген 3, көбейтілген 3, көбейтілген 7. Мынау бізде 315. Осындай контексттерді есетсем. Құрылған команда ішінен оң жақ және сол жақ шеттен шабуылдайтын 2 адамды қанша тәсілмен таңдауға болады? Вот бізде 6 адам бар. Иә? Ну, волейболда енді осылай 6 адам осылай орналасады ғой. Оң жақ шеттен ұратын адам керек. Неше адам оралады? Бәрі оралады деп ойлайық. 6 адам оң жақ шеттен оралады. Вот, бір адамды таңдадық. Енді сол жақ шетте ұратын адам керек. Мына жаққа бір адамды қойып қойдық қой. Бір адам тұр сол жерде. Неше адам қалды? 5 адам қалды. Яғни 5 адам мына жақтан оралады. Сонда 6-ға 5-ті көбейтсек, бізде 30. 30 түрлі вариант бар. А вариант. Құрылған команда ұлдардың саны 4-ден кем емес болатындай таңдаудың. 4-тен кем емес дейді. Яғни кем емес деген 4 ұл немесе 5 ұл немесе 6. Так. 4 ұл енді қараңдар. Салатса. Жоқ, енді келеді олар. Так. Әлі келмеді. Шарында келу керек. Сұрақ дайын ба? Олай сақтар ма? Иә, кәні бекемдер келді. Так, енді мына жерде
4 болу керек қой. Типа с 7-тен 4 деп қалдырып кетуге болмайды. Командаға 7-тен 4, в общем, 7-дан 4 таңдаймыз. И еще командада 6-дан болады ғой. Қасына 2 қыз керек. 6-дан 2. Немесе десек қосамыз. Так, 5 ұл. 5 ұл болса 1 қыз. Қосылған. 7 ұлдың ішінен 6 ұл таңдаймыз. И саламыз. 6 ұлдың ішінен, 6 қыздың ішінен ешкім таңдамаймыз. Осыны есептейміз, короче. Так, егер нотаны есептеуге. Ну, в общем, осыны есептеп, бір вариант шығады. Давайте до конца енді. С 6-тан 0 деген ол 1-ді береді. С 7-те 6. Так, 7 факториал, 6 факториал. 7-ні береді. 6-ні береді. 21-ді береді. Ой, көбейді. Қос. С 6-тан 2. Так, 15 береді. Мынау бізде 35 береді. Сонда 35, 15, қосамыз 21, 26, қосамыз 6, 8. С жауап. Бұл комбинаторика қазір математикта келеді. Так. Так, бұл қазір бізде математикта келеді. Математикта келсе осылай шығарасыңдар. Комбинаторика. Так, f от x үлкен g от x теңсіздігінің бірінші шешімдерін. f от x деген қызыл функция, g от x деген жасыл функция. G от x үлкенірек дейді. Үстінде орналасқан. Қай жерден басталады? Қай аралықта? Салатсы. Вот, мына жерден. Көрінбейді. Мына жерден. Вот, мысалы. Вот, осы жерде екеуінің мәндері тең. Көріпсіңдер ғой да? Вот, мына y осіне қараймыз. Y осіне. Бұл бізде x тен болады 1. Сосын мына жерде x тен болады 2. Мына жасыл, типа, үстінде орналасқан мынаның. Мына жақта x тен болады 3, x тен болады 4 деп кете береді. Сонда 1, 2, 3, 4. Мынау. Так, бізде 4 жауап кетті, бір емес. Қай жер қате? G от x үлкен емес тең f от x тең, x 1 болғанда 2, 3, 4 болғанда бәрінде үлкен болып тұр. Так, ну, ладно, қате еткен шығар. Графикке сәйкес барлық тұжырымдарды көрсетіңіз. Так, бірінші анықтау облысы. Анықтау облысы деген ол x-тің қабылдай алатын мәндері. Бұл не деп тұр? -1-ден бастап плюс x-ке дейін ғана x бар деген. Дұрыс емес көрініп тұр ғой да? Вот, мына жақта да бар мәндер. Қате. Туындысы 2x қосу 4 дейді. Функцияның өзі мәндер болса сөз. Так. Қараңдар, бұл парабола. Бүйтіп орналасқан. Параболаның графигі былай болады. А, x минус m-нің квадраты қосылған n. Или f от x без разницы. Бұл жердегі mn деген төбесі. Төбесі неше бізде? X болады -2, y-ге -1.
сонда мына жаққа қойсақ а x азайту минус 2 x плюс 2 болады. n деген былай болады. И а деген қайдан шығарамыз? Осы жерден аны табамыз. Любойныкін алайық. Мысалы осы минус 2 мен минус 1-ді ала салсақ болады. Жоқ, келмейді. Так, мысалы мына нүкте. X бұл жерде минус 1, y-тен 0. Так, мына жаққа 0 қоямын. А x-тің орнына минус 1 қойсам, мына жақта 1-дің квадраты азайту 1. Сонда 0-тен а минус 1, а-тен 1 ғой. Сонда біздің графигіміз функциямыздың x қосылған 2-ның квадраты минус 1. Енді жақшаны ашсақ, x квадрат плюс 4x плюс 4, бір азайтсақ плюс 3. Мына бізде функция. Так, мына бізде функция. Туындылары берілген екен, туындысын табайық. X квадраттың туындысы 2x, 4x-тікі 4. Мынау келеді. Интегралы, мына бізде интегралы алғашқы функциясы. X квадраттың интегралы ол x 3 бөлу 3. X-тікі x квадрат бөлу 2. Мынаңғы 3x қосылады. Сонда x куб бөлінген 3. 4-те 2 бөлсек 2. X квадрат и плюс 3x плюс c. Мынау келеді. Мәндер облысы. Вот мәндер облысы ол y-ге жауап береді ғой. Ол шынымен солай. Y бойынша қарасақ, осы жерден басталады. Мына жерден минус 1-ден бастап жоғарыға кетеді. Минус 1-ден басталады. Сонда осы болады. Тақ функция емес. Тақ функция деген ол мына жерге қатысты симметрия болады. Типа мысалы былай тұрады и былай тұрады. Осы қайталанады симметрия. H деген не екенін білмедім. Так. Қалай дейді? АВ, АЦ, УПС. АВ 5 дейді. БЦ 3 дейді. Жоқ, БЦ 3. БЦ 4. АЦ 3, БЦ 4. Қателесіп жатырмын. Осы үшбұрышқа сырттай, онда АОБ үшбұрыштың ауданын табыңыз. Осы іштей сылан шеңберінің центрі. Онда АОБ-ның табыңыз дейді. Так. Біріншіден байқау керек зат, мынау тікбұрышты үшбұрыш. Өйткені 3-тің квадраты қосылған 4-тің квадраты тең 5-тің квадраты. Бізге екіншіден так, АОБ үшбұрыштың ауданы. Так, былай. Мына жер бізде іштей сылған шеңбердің радиусы 90 градуспен түседі. Сол үшін үшбұрыштың мына формуласы керек бізге 2-ден 1 AH. Мына жерде H деп алсақ, и бұл еще радиус қой. H деген радиус. Радиус табудың формуласы S 2S бөлінген іштей сылған шеңбердің радиус табу формуласы. Бұл жерде ауданды табу аласыз. Аудан бөлінген мына периметр. Немесе екінші формуласы бар. Именно тікбұрышты үшбұрышқа арналған формула. А қосу Б минус С бөлінген 2. Так, осылай тапсақ. 7 минус 5, 2 бөлі 2, 0, 1. Так, үшіна жер 1. Мына формула қойсақ, 2-ден 1. А дегеніміз табаны 5. И оған түсіп тұрған биіктік 1.
сонда 2,5 болады. Мынау бізде мына есепте 2,5 шығады. Басқа вариант жоқ қой да. Анықталма интеграл табыңыз. Жаңа формула жаздық қой да, xn плюс 1 бөлінген n плюс 1. Мына x-тің 1 дәрежесі. Сонда интегралдаған кезде x-тің квадраты бөлінген 2 плюс s. Мынау келеді. Сосын мен ойлаймын h-тың орнында 0,5x квадрат плюс деген болу керек. Сол жауапта келген. Қара бірге тең кубқа. Куб деген мынау. Кубик рубик деген сияқты. Куб деген барлық қыры тең фигура. Іштей және сырттай шар сызылған осы шарлардың радиустарын табыңыз. Іштейдікін табу оңайырақ. Бірінші іштейдікін табайық. Осылай. Былай қарайықшы. Осылай қараған кезде шар деген бүйтіп орналасатын болады. Былай радиус и былай радиус қой. Ал бұл бізде 1. Радиусында оның жартысы болады. 0,5. Так, дальше. Сырттай сылған шеңбер. Осылай тоже сыртынан қарасақ, или осы қабырға жағынан қарасақ, сырттай куб, шар былай орналасады. И бұған мынау диаметрия. Осы диаметрді қалай табайық? Пифагор теоремасы. Қыры 1. Мынаны диаметр деп алсақ, 1-дің квадраты болса 1-дің квадраты, ол диаметрдің квадраты. Диаметрдің квадраты 2-ге тең, диаметр ол түбірасты 2. Ал радиус ол диаметрдің жартысы, түбірасты 2 бөлу 2. Сонда мына жауап. Болды ма? Болды. Қанша есеп қалды? Ойбай. Біраз есеп бердім ғой. Материалдық нүктенің жылдамдығы t қосылған 3t квадрат заңымен өзгереді. T тең 0 болғанда координатасы 1 болса, онда материалдық қозғалыс заңды болғанын атаңыз. Бізде ондай нәрсе бар. X-ті немесе S-ті бұдан туынды алсақ, бізде V-ті шығады. V жылдамдықтан туынды алсақ, үдеу шығады. Бізге координаты беріліп тұр. Наоборот жүру керек. Яғни бізде координатынан туындыласақ, жол туындыласақ, жылдамдық шығады ғой. Жылдамдық беріліп мынаны табу керек болса, интегралдау керек. T қосылған 3t квадрат dt. Жаңағыдай t-ның интегралы t квадрат бөлу 2, t квадраттың интегралы t куб бөлінген 3. 3 қысқартсақ, еще плюс c бар. Так, t куб плюс t квадрат бөлу 2. И плюс c. T тең 0 болғанда координатасы 1-ге тең дейді. Сонда t 0 болса 0. Координатасы 1-ге тең дейді. Сонда c бізде 1-ге тең. Сонда жалпы x қозғалыс заңдылығы бізде t куб плюс t квадрат бөлу 2 плюс 1. Ол мынау. Осы. Так, ABC үшбұрышында AB 6, BC 8, 90, оң болады енді.
пифагормен. ба қосылған бц табыңыз дейді, иә. Векторларды былай қосады. Ба деген мынау ғой, бц деген мынау ғой. Векторларды қосу үшін біреуінің басын екіншісі бастап кету керек. Мен аламын да вц-ны былай мына жаққа жылжытамын. Мынау бізде вц болады. Тоже ұзындығы 8. Мынаған мынаны қоссақ, бізде мына вектор шығады. Тек былай ғой, мысалы, орал. Неде бар? Ең түбінде. Сол жақта ала бер. Орал дейік, Астана дейік, и Алматы дейік. Біз Оралдан Астанаға бардық, Астанадан Алматыға бардық. Не істедік соңында? Қорытынды не ол? Оралдан Алматыға бардық. Дәл солай. Былай, и мына жақта Алматыға бардық. Мына жақта тікбұрышты үшбұрыш пайда болды. Ал тікбұрышты үшбұрыштың диагональдарының ұзындығы тең. Мына жақта ұзындықты сұрап тұр. Сонда 10 сантиметр болады. Келесі есеп стереометрия тағы да. Конустың жасаушысы. Біріншіден конус салайық. Мынау конус деген фигура. Үшін қалпақ. Бас киімге ұқсайды. Жасаушысы деген ол мына жақтар. Конустың мына жағы. Барлығы конусты жасаушылар тең болады. Мына жағда 2,3, мына жағда 2,3. Осьтік қимасының төбесіндегі бұрыс 120 градус. Осьтік қимасы деген осылай конус бар ғой. Конус осындай конус түрдегі торттағыш. Сол аламызда пышақпен дәл төбесінің ортасына кесеміз. Сол кезде бізде мына жерде бөлінеді ортадан. Осылай. Конус ортасынан кестік. Тортты былай бөлгенде екі жағында үшбұрыш тұрады былай. Пышақ кесілген жерден. Сол осьтік қима. Төбесіндегі бұрыш 120 градус дейтін жер 120 градус. Конустың табанын ауданын табыңыз. Қысқасы, жалпы стереометр болғанымен бәрі келеді да. Кәдімгі планиметрияға айналып келеді. Мына жағы 2,3, мына жағы 2,3, мына жер 120 градус. Так, шығарудың екі тәсілі бар. Бізге қысқасы мына қабырға керек. Біріншісі, мына жерде x деп алсақ, косинустарды жариямыз, яғни x-ның квадраты, ол 2,3-дің квадраты, қосылған 2,3-дің квадраты, минус 2,3, 2 көбейтілген косинус 20. Яғни косинус теоремасы арқылы таба аламыз. Мына жерде оңайырақ жолы бар. Ол қалай? Мына жерден былай төменге тіке сызық жүргіземіз. Бізде үш нәрсе бар. Медиана деген бар, биіктік деген бар, биссектриса деген бар. Но қайсысы деген сұрақ болуы мүмкін. Бұл одновременно үшеуі де. Неліктен? Себебі именно тең белгілі үшбұрышта именно ортасынан былай сызық жүргіземіз ғой, ортасына. Ол егер медиана болса, ол и биссектриса, и биіктік. Бірінші биіктік екенін қолданайық. Мына жерде 90 градус. Екінші биссектриса екенін қолданайық. Мына жер 120 градус қой, мына жер 60 градус, мына жер 60 градус. Дальше, мына жер 90 градус болса, мына жер 30 градус. Бізде келесі қасиет. 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең. Бізде 30 градусқа қарсы жатқан катет, не 30 градус деген жер, оған қарсы жатқан ол мынау. Ол бізде гипотенузаның жартысына тең, яғни түбірасты 3-ке тең. Все, мына жерді мен, давайте мына жерді x деп алайын. Сосын Пифагор теоремасын қолданайын. X-ның квадраты
қосылған тубрасты үштің квадраты тең гипотенузаның квадраты. Сонда x квадрат қосылған 3 4 көбейтілген. Қарай, 2-ні квадраттаймыз 4, тубрасты үшті квадраттаймыз 3. Сонда x квадрат дегеніміз 4-ке 3 көбейтсек 12, 12-ден 3 алсақ 9. Сонда x дегеніміз 3 болады. Мына жер 3. Яғни бұл не ол? Бұл дегеніміз радиус мына жартысы. Табан ауданы деген шеңбер ғой бізде, дөңгелек қой. πr квадрат. π көбейтілген r-дің квадраты 9. Сонда жауабы А болады. Мына теңдеумен берілген шеңбердің радиусын табыңыз. Шеңбердің радиусы мына формула бойынша табылады. Шеңбердің жалпы радиусы теңдеуі мына формула. X минус А-ның квадраты қосылған y минус b-ның квадраты тең болады радиусының квадраты. Вот. Так, дальше. Бұл жерде біз қандай қасиетті қолданамыз? Біз толық квадратты бөліп алу деген қасиетті қолданамыз. Толық квадратты бөліп алу. Басқа да способ бар, но давайте толық квадратты бөліп алумен шығарайық. X квадрат жанына 6x жазамын. Енді аспаймын, толық түсіндірейін. Y квадрат минус 10y болсын, қосылған 18. 6-ны біз 2 көбейтілген x көбейтілген 3 деп алайын. Y квадрат. 10-ды да 2 көбейтілген y көбейтілген 5 деп алайын. Сол кезде мына формула, қысқаша көбейту формуласы. А-ның квадраты қосылған 2ab қосылған не керек? b-ның квадраты керек. Біз оны өзіміз бүйтіп қоямыз. b деген бізде 3 қоя. 3-тің квадраты не ол? 9. Енді 9 қосқандықтан біз 9-ды просто қоса алмаймыз ғой. 9-ды азайтып жібереміз. Соны 9-дан 9 айтсақ 0. Дальше. Y квадрат минус 2 көбейту 5 қосылған 25. 5-тің квадраты. Азайтылған 25 қосылған 18 тең. Мынау бізде x қосу 3-тің квадраты. Мынау бізде y минус 5-тің квадраты. Дальше. Минус 9, минус 25 ол минус 34. Минус 34 қосылған 18 ол бізде 16. Минус 16. Оң жаққа ауыстырсақ 16 болады. Енді мына формулаға қарайық. Мынаны тең болады r-ның квадраты. Сонда r-ның квадраты 16. Мына радиус тең болады 4. Сонда жауабы мә. Сәлемет болды. Дұрыс деді ғой жөре. 9-дан 25 қоссақ 34. 16 минус 16 радиус 4 тең жауап болу керек қой. Жарайды, радиус 4. Ал егер бізден осы шеңбердің центрін тап десе, онда былай істейміз. Мына x қосу 3 қой, минус 3. Мына y бай минус 5, мына 5. Болады екен. Все. Қате болса менде кейін жазып жібересіңдер комментарийге. АБЦ үшбұрышының катеттері берілген, жазықтыққа тұрғыз балансы перпендикуляр. Все түсінікті. Короче, былай слайын. Былай. Мынау бізде тікбұрыш үшбұрыш болсын, е? Мына жер 90 градус. Екі жағы екі катет. Так,
мынау АС дейік, мынаған БС дейік, мынаяғы 3, мынаяғы 4. Үшбұрыш жазықтығына тұрғызылған СД перпендикуляр. Короче, мына үшбұрышты табан солның үстіне тұр деп ойлайық. Былай перпендикуляр жүргізілген тіке СД деген. Так, ұзындығы төбір асты 5 дейді. Д нүктесінен АБ гипотенузасына дейінгі қашықтықты табыңыз деген керемет есеп. Енді қараңдар. Вот какой-то Д нүктесі бар, иә? Какой-то нүкте бар. Осылай не тұрады? Түзу тұрады. Оған дейінгі қашықтық деп нені айтады? Бір жерден бір жерге дейінгі қашықтық не деп айтады? Ол жер ең қысқа қашықтық. Айналып жүретін қашықтық емес қой. Ең қысқа. Осы жерден осы жерге 12 километр деген сияқты, 2 километр, 200 метр деген сияқты. Тіке қашықтық қой. Ал тіке қашықтық деген ол всегда 90 градуспен. Тіке былай 90 градуспен түседі. Сонда Д нүктесінен былай мына жерге жүргіземіз. Мына жер бізде 90 градус, короче. Түсінікті ғой. Оны табу үшін бізге мына жеріне H деп алайын, иә. Бізге мына жерін ұзындау керек. Мына жерде 90 градус болады, иә, соответственно. Так, бізге керек формулалар. Біріншіден, біз АБ гипотенузасын таба аламыз Пифагор теоремасымен. 3-дің квадраты қосылған 4-дің квадраты тең АБ-ның квадраты. 9 қосылған 16, 25, сонда АБ деген болады 5. Бізде АБ 5-ке тең болады. Мына жер бізде биіктік. Табандағы үшбұрыштың биіктігін H деп алайық. Оның мынандай формуласы бар. А көбейтілген Б бөлінген С. А мен Б 2К деді. 3 пен 4-ті көбейтеміз. Бөлеміз 5-ке. 12 бөлінген 5. 12 бөлінген 5 деп тұра берсінші. Дальше. Все H-ты таптық. Мынау былай үшін. Түбірасты 5-тіке тұр. Не, H тұр. Мына H гипотенузасын табамыз, короче. Былай қойшы. Мына жер түбірасты 5. Мына жер 12 бөлінген 5. Бізге мына жерде DH-ты табу керек. Пифагор. 12-де бөлінген 5-тің квадраты 144 бөлу 25. Қосылған. Түбірасты 5-тің квадраты 5 қой. 5 тең болады. X-тің квадраты дейінші. X бірдеңіз жатыр қой. Ортақ бөлім 25. 25-ке көбейтеміз. 144 қосылған 125. Сонда 25, 269. X-ті тапсақ, 25 түбірасты бар, 269 жоқ. 269 бөлінген 5. Так. Осындай есеп келсе, осылай шығарамыз. Мына есепті мен шығардым ба, шығармадым ба? Мына ұқсас есеп болды, иә? Короче, былай. X деген жол. Жылдамдықтау керек. Туындының қатысы қандай? Жолдың туындысын тапсақ, жылдамдықтың формуласы шығады. Яғни 3-ті квадрат минус 4-ті қосылған 10-ның туындысын тапсақ, 2 алдына түседі, 6-ті минус 4. Вот мынау бізде жолдың формуласы. Қозғалыс бастағаннан 1 секунд уақыт өткеннен кейін, яғни Т 1 секунд. Денең жылдамдығын табыңыз, Т-ның орнына 1 қоямын. Жауабы 2 метр секунд. Мына жерде мына жақта метрмен берілген, иә? Мына жақта мен Т 1 секунд қойдым, сонда жауабы секундына метрден шығады. 2 метр секунд мына жерде.
километр сағатқа айналдыру қалай? 2 метр. Короче, былай істейміз. Бір секунд қой, мына жақта 2 метр ғой. Жеңіл жол бар шығар. Короче, екі жағында 3600-ге көбейтемін. секунд деген ол 1 сағат. Вот сағатына мынау 7200 метр. Ал 7200 метр деген қанша километр? 7,3. Неге жылжимыз былай? 1, 2, 3. 7,2 километр бөлінген 1 сағат. Сонда осылай алсақ 7,2 сағатына 7,2 километр. Болды деме? x0 тең 3 нүктесінде мына функцияға жүргізілген жанамаға қарау. Так, жанаманың формуласы. Так, y деп қояйын. Так, туынды x0 нүктесінде x минус x0 қосылған f x0. Так, бірінші адан бастайық. Туындылаймыз. Бірінші x туындысын табайық. 10x-ің туындысы 10. 3x квадраттың туындысы 6x. Енді x0 нүктесін қоямыз. 3 нүктесін. 10 азайту 6 көбейту 3. 10 азайту 18. Тең болады минус 8. Үшін мына жерде минус 8. Келесі мынау түсінікті. Мынаны табайық. F 3 нүктесінде онда бастапқысына қоямыз. 10 көбейту 3 азайту 3 көбейтілген 3-тің квадраты. 30 азайту 27. Сонда 3 болады. Енді орындарына қояйын. Y тең болады минус 8. Бізде мынау ғой. Сосын x деген солай қалады. Азайтылған x0, яғни 3. Қосылған 3. Бұлар қалуға болмайды. Жақшын ашу керек. Минус 8x қосылған 24 қосылған 3. Сонда минус 8x қосылған 27. Бұл бізде жанаманың теңдеуі. Осылай. Так, дальше. Негізі мына есепте жанаманың теңдеуі табу вообще керек емес. Бізге мына бір зат жарайды. Мына затты бізде градиент деп атайды, немесе k дейді. Бұл таңыз альфа сондай. Енді қараңдар. Қай графине жүргізген жанама, оны таптық. Осы жанамаға параллель болатын түзулер. Екі түзу параллель болады қай кезде? X-тің алдындағы сандары бірдей болса, параллель болады. Любой. Минус 8x қосу 1, қосу 2. Мына сан без разницы ше. Ана x-тің алдындағы сан бірдей болса. Ол қандай бар? Мынау бар. Мынау бар. Болды деме. Осы екеу. Так. Тік параллелепипедтің табан қабырғалары 8 және 4. Олардың арасында 60 градус. Параллелепипедтің кішідегі 8 градус. Так, параллелепипед берілген бізге. Ол куб шамалы, бірақ биіктігі, ұзындықтары әртүрлі. Осы параллелепипед шамалы қисық болуы мүмкін. Так, не белгілі? Параллелепипедтің табан қабырғалары 8. Түсінікті, ұзынырағы 8, мынау 4. Олардың арасында бұрыш 60 градус. Сүйір бұрышы 60 градус. Параллелепипедтің кіші диагоналі мына жер. Параллелепипедтің кіші диагоналі асып кеттім.
қанырақ. Мына жерде қайда шатастырады? Параллелепипедтің диагоналі деген бар и бүйір қырының диагоналі деген бар. Бүйір қырың диагоналі деп жаңа мен салып қоймын ғой, бүйір қырың диагоналі мына жер и былай мына жер. Енді параллелепипедтің кіші диагоналі дейді, иә. Бұл вообще параллелепипедтің кіші диагоналі деген не нәрсе? Вот егер мына параллелепипедтің дәл үстінен қарасақ, ол былай орналасқан. Үстінен қарап отырмын дәл. Мына жер 8, мына жер 4, арасындағы бұрыш 60 градус. Кіші диагональ деген ол мына жер. Бізде қарасында мына жер шамалы қысқарақ, иә. Мына жерден мына жерге. Мынау ұзынырақ, мына екеуі. Мынау қысқарақ. Сондықтан осы жер болады. Мына жерден и диагональ деген ар жақ үстің үстінен басталады да, бер жақ кіші астындағы табанға келіп тіреледі. Так, все. Бізге біріншіден так, диагональ берілген, иә, бізге диагональдің табан жазықтығымен ара жасайтын бұрышы. Бізге мына жер керек. Қайтадан үш бұрыш ретінде көріп, мына мен әріптерін белгілеп жіберейін. Так, А, Б, С, Д, А1, F1, С1, Д1. Бізге міне мына жақта былай алсақ, А, А1, С1. Білетініміз мына бұрышты табу керек бізге. Білетініміз мына жер 8/3. Так. Все, кеттік. Я жаңа айтқандай, мына жер 8, мына арасы 4, арасы 60 градус. Бізге көмекке косинустар теоремасы керек. Ақыры косинустар теоремасына жеттік. Мына x-тің квадраты ол жанындағы екі қабырғаның квадраттарының қосындысы минус 2 екеуінің көбейтіндісі и арасындағы бұрыштың косинусы. 64, 16, 64, косинус 60 ол 2-ден 1. 80-нен 36-ны азайтсақ, 32-ні 48. И x бізде 48-дің түбірасы. 48 деген 16 көбейтілген 3, да 4 түбірасы 3. Мына бұрышты табудың формуласы миллион. Миллион түрлі тәсілмен табуға болады. Синустар теоремасы, косинустар теоремасы, Пифагор, мынау. Давайте мынаны байқайық. Мына катет біздегі 4/3 шықты ғой. Ол гипотенузаның жартысына тең болып тұр. Мынандай қасиет бар. Гипотенуза 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең. Яғни мына жер 30 градус. Яғни 30 градусқа қарсы жатқан катет ол гипотенузаның жартысына тең. Мына жер 30, мына жер 90 градус, мына жер болады 60 градус. Жауабы 60 немесе пи бөлінген 3. Так, дальше. Немесе косинус. Мына бұрышты альфа деп алсам, косинустың анықтамасы бойынша ол іргелес катеттің гипотенузаға қатынасы. Қысқартсақ 2-ден 1 болады. Қай бұрышта косинус 2-ден 1-ге тең? 60 градуста. Так, кілең геометрия ойнайық деген. Тік бұрыштың, үш бұрыштың катеттері дәл жаңа есеп почти. Мына жер 3, мына жер 4, мына жер 90 градус.
салынған д нүктесінен үшбұрыш қабырғаларына дейінгі қашықтықтар тең. Опа, онда мынау уже қызық болып кетті есеп. Мынаны былай салайын мен. Вот мына жақта сурет салуда маңызды ше, чтоб түсінікті көрінетін қай жері біз не нәрсе шығарып жатырмыз. Вот осылай мына жер 3, мына жер 4. Былай дейді, үшбұрыш жазықтығынан тыс алынған д нүктесінен үшбұрыш қабырғасы. Вот д нүктесі мына жерде деп алайық. Былай, былай и былай. Пирамида пайда болды. Мына үшеуі бірдей. Мынау тең мынаған, тең мынаған. Не дейді? д нүктесінен үшбұрыш жазықтығына дейінгі қашықтық. Жаңада айттым, иә? Вот табанда мысалы үшбұрыш жазықтығы жатыр табанда. Мына әр қабырғаға дейінгі қашықтық тең. Ал д нүктесінен үшбұрыш жазықтығына дейінгі қашықтық деген ол ең қысқа қашықтық. Яғни тіке 90 градуспен түсетін қашықтық, ол тіпірасты үшке тең. Дальше. Онда осы д нүктесінің үшбұрыш қабырғаларына дейінгі қашықтықты табамыз. Үшбұрыш қабырғасы. Төбесі емес қабырғасы, иә? Все. Бір ғана жауап па не? Коэффициент, коэффициент жоқ қой. Вот. Егер пирамиданың бүйір қырлары тең болса, иә, онда ол биіктігі сырттай сызылған шеңбердің радиусына түседі. Сондықтан мына сурет біздің қате. Неліктен? Так, біздегі үшбұрышты қарайық. 3, 4 тең белгілі үшбұрыш қой. Ал тең белгілі үшбұрыштың сырттай сызылған шеңберінің центрі қай жерде жатады? Жатады мына жерде, гипотенузаның ортасында. Яғни 2,5. Былай да 2,5 болады. Түсінікті ғой. Яғни біздің суреттегі қателік қандай? Именно тікбұрыш үшбұрышта гипотенуза жартысына жатады. Аламыз да былай. Мына биіктік алады да былай дәл ортасына түседі мына жерге. Мына жер төбелесті 3. Мына жер 3, мына жер 4. Так, д нүктесінен үшбұрыш қабырғаларына дейін қашықтық. Мына жер 90 градус қой биіктік. Мына А, Б, С дейік, иә. д нүктесінен А, Б-ға дейінгі қашықтық ол төбелесті 3 болады. Біреуі кетті. д нүктесінен А, С-ға дейінгі қашықтық. Ол бізде тіке түскен болу керек. И д нүктесінен мына неге дейінгі қашықтық. Так. С нүктесіне дейінгі. Нам, короче, былай табамыз. Бірінші осы жерден бастайық. Жаңа айттым, радиусы 2,5 болады, иә, ортасына түседі. Біз бір бүйір қырын тауып алайық.
2 жағының квадраты 6,25. Қосылған 3-нің квадраты 3. Так, 9,25, иә? 9,25. Бұл бізде 4-тен 37. 2 түпірасы 37 ғой. Мына жақта 2 түпірасы 37. Осында дәл ортасына түседі. Жаңа айттым ғой, ана бұл үшін бір есептеп болды. Түпірасы 37 бөлу 2. Мына бұйрыққа тоже түпірасы 37 бөлу 2. Егер мына жақта тең белгілі үшбұрыш болса, онда ол былай түскен биіктік, ол одновременно медиана и бисектриса. Сонда мына жер медиана, мына жақ 2, мына жақ 2. Пифагормен мына жерді тауып алайық. Так, 37-де 4 азайтылған. Біз катетін тауып алдық, сол үшін азайтамыз. 4. Так. 37-де 4 минус 16. Бұл бізде басқа варианттар. Так, и сонда қабырғасы түпірасы 21 бөлінген 2. Мен өзім жаман істеп қалдым, күмәндап. Дальше былай дәл жаңағыдай. Мына жақ 37 бөлінген 4, 37 бөлінген 4. Мына жері 1,5. 37 бөлу 4 бөлінген 9 бөлу 4, яғни 2-ден 3-тің квадраты 4-тен 9-сында 4-тен 28. Ол бізде түпірасы тағылған кезде мына жақта 2, мына жақта 2, түпірасы 7, түпірасы 7. Үшін түпірасы 7, түпірасы 21 бөлу 2 и түпірасы 3 шықты. Ондай жауап жоқ. А болса деге FGH деген болу керек еді. Осыдан тесен 3 бұрыш қабырғаларына дейінгі қашықтық істейді. Может, бір вариант сұрақ қой негізі. Неге 3 бұрыш қабырғаларына дейінгі? Негізі 3 бұрыш жазықтығына дейін. Яғни сұрақ дұрыс емес ше. 3 бұрыш жазықтығына дейінгі қашықтық болу керек қой. Яғни мына Д нүктесінен 3 бұрыш қабырғаларына дейін кәдімгідей сол үшін түпірасы 3 болу керек. 3 бұрыш қабырғаларына дейін. Енді шамамыз қателер бар нұсқа болып тұр. Так, мына есеп. Үшін мана бұл 1/x-ның интегралы ол ln x плюс c. Жаңа айнымалы енгізу деген тәсіл бар, оны бұйырса өтеміз ғой алда. Но сол кезде түсіндіремін, иә. Но вообще оңай жоқ, былай айтып жіберейін. Сонда 1/4x минус 7-ның интегралы, соответственно, ln 4x минус 7 болады. Но ln 4x минус 7-дің туындылағанда 1/4x минус 7 көбейтілген мынаның туындысы болады. Яғни 4 тұрады. Сол 4-тен құтылу үшін біз алдына 1/4 саламыз. Сонымен вопрос жауап. Қысқасы, осыны өткен кезде қараймыз тағы. Так, қисықтармен шектелген фигураның ауданын сан мәні жатқан. Ну, былай істейік. Негізшін клеткаға ауыстыру керек.
нені аудан тауып жатқан үшін графигін салып көрейік. Мысалы біріншісі y-тен x квадрат қосқан 4. Мен несін қараппын. Вот. Қайтам. Не қате жүргенімді. Ештеңеге қарамай қысып тастаппын. 1, 2, 3, 4. Тоже жаман істешейін. Так, былайша 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6. Не үшін жаңа мен мына қысқарақ салдым, не үшін екен айтам. 0 болған кезде x-ның орнына 0 қойсақ, былай таблица істейік. X 0 болса, y соответственно 4 болады. Мына жер қызылмен салайын. Так, x 1 болса, 1-дің квадраты 1, мына 5 болады. 1 болғанда 5 болады. 2 болса, 2-ның квадраты 8 болады. Дальше. Осындай парабола. X-ның квадраты деп тұрса, онда ол парабола. X-ның кубы 4 дәрежесі жоқ, X-ның квадратынан басылса, яғни y-тен X-ның квадраты болса парабола. Y-тен 2x квадраттың графигін салайық. Так, 0 қойсақ, 0 болады мына жер. 1 қойсақ, 2 болады. 2 қойсақ, 8 болады. Екіншісін жасылмен салайын. Қандай график шыққанын түсінікті шығар, ненің ауданы тұр мына жер. Вот, яғни өзі айтып тұр, типа осы мына жер мына x-тен 2 түзуі и x-тен 0 түзуі. Үшін осы аралық тағы мына график пайда болған фигураның графигі. Формуласы. Үлкеннен азайтамын. Үлкені деген былай, адам баға дейін. А деген мына жерден басталады, 0-ден басталады. X бойынша қараймыз. И 2-ге дейін. Бір жақсысы мына жерде беріп тұр. X-тен 0, X-тен 2. Бермесе, онда суретін салып қиылыстыру керек еді. Y 2 емес Y. Қайсы Y 2, қайсы Y? Үстіндегісінен астыңғысына айтамыз. Бізде үстіңгісі x квадрат қосу 3, 4. Содан азайтамын 2x квадрат. И осы бізде ауданның формуласы болады. Так, x квадраттан 2x квадрат азайтсақ, 4 азайтылған x квадрат dx. 4-дің интегралы, санның интегралының қасына x қосып жібереміз, көйіп жібереміз. X квадраттың интегралы x куб бөлінген 3. Бірінші 2-ні қоямын. 8 азайту 3-тен 8 азайту 0 қоямын. 0 азайту 0. Кетіп қалып болмай. 3-тен 24 азайту 8. 3-тен 16. Бұл 5,3-тен 1. Аралығы жатқан әндер 5,3-тен 1 қажет жатыр. Так. Мынау міне 5,3-тен 1 кірет деп тұр. Осы екеу. Жақсы. Кетті.
мына функцияға сәйкес барлық тұжырымдарды көрсетіңіз дейді. Ну, графигін салайық. Мына қандай қате екенін айттым ғой да, короче, андай мен андай графикті бүйтіп салып қойдым. Мына жақта 4-ке дейін максимум. А бізде уже 2 қойғанда мен көрдім, сол 8-ге дейін кетіп қалады. Сол үшін графикті былай созып салу керек болды. Ну, нормально, қайтадан өшіріп сала салады. Так, мына жақта не дейді? 1 дик, 2 дик, 3, 4. Тоже былай салсақ. 1, 2, 3, 4, 5. -1, -2, -3. Мына -1, -2, -3. Так, ал кеттік. X пен Y-дің орындарына мән берейік. Астанамен. 0-ден бастайық, иә. Сан, любой сан 0 дәрежесі 1, 1-ден алсақ, -2. 0 болғанда -2 осы жерде. Все. Так, -1-ді алайыншы. Чтобы әдемі мән шығу үшін. 3-тен 1 -1 минус дәреже төңкеріп жібереді. 3-тің 1 дәрежесі 3-тен 3 алсақ 0. -1 болғанда 0. Дальше. -2 қойсақ. 3-тің квадраты 9, 9-дан 6. 6 керек болды, мына жерде былай. Короче, осылай келеді да. Осындай график келеді. Ал 1-ді көрейік. 3-тен 1 азайтылған 3 деген ол бізде 3-тен -1-ден азайтамыз 9-ды -8. Бұл бізде -2,3-2. Ол -2-ден өтеді, значит. Ол примерно осы жер. Дальше 2-ні қойық. 9-дан 1 азайтылған 3. -2,9-дан 8 ол. Үшін осылай жақындай береді. Бірақ 3-ке никак тең болмайды. Бұлай максимально жақындайды. Бірақ теңеспейді, себебі -3-ке теңеспейді деген ғой. Бұлай қарасақ, 3-тен 1-дің x дәрежесі -3. Қай кезде, қандай x мәнде мынау орындалады. -3-тен -3 кетіп қалады ғой. 3-тен 1-дің x дәрежесі. Ал 3-тен 1-дің ешқандай дәрежесі 0 болмайды. Так, кеттік. 1-ші, 2-ші, 3-ші шекте орналасқан дейді. 1-ші шекте вообще жоқ. Так. Мынау келмейді. Нақты сандар жиында кеммелі. Кеммелі, шынымен қараңдар. Кеммелі болуын қарау үшін не осылай қараймыз. Осылай қарағанда бүйтіп түсіп келеді ғой графигі. Осылай қарағанда. Мысалы, былай қарасаң, көтеріліп жатыр. Былай қарасаң, көтеріліп жатыр. Бірақ біз енді былай қараймыз. Сондықтан былай түсіп келеді. Мынау орындалады. Жұп функция. Жұп функция болу үшін міне мына оське симметриялы болу керек. Мысалы, былай и былай. Мына ось айна рөліне болу керек. Анықталу облысында өспелі келмейді. Тақ функция да емес. Тақ функция болу үшін мына нүктеге қатысты симметриялы болу керек. Мысалы, былай. Мына нүктеге қатысты былай симметриялы. Мына нүкте айна рөліне қалады. Так. Графигі 1 деп қоймады. 1, 2, 4 орналасқан келмейді. Графигі 2, 3, 4 деп орналасқан. 2, 3, 4. Бірде вообще орналаспаған. Дәлік жоқ. Боқ болған сияқты осы. 4 бұрышты. Так, 4 бұрышты. Дұрыс призма шарға штей сызылған, шардың радиусы 6 см. Так, бірінші призма салайын. Шар саламын үстіне. Бірінші шар салайын. Шар деген мынандай нәрсе.
жалпы шар деген менікі шарға ұқсамай қалыпты. Осының ішіне короче былай төрт бұрышты былай призма салған. Все осы. Шардың радиусы 6, призманың табанының қабырғасы 8. Призма биіктігі. В общем, мына жақта типа табанында дұрыс төрт бұрышты деген болу керек қой. Наоборот, дұрыс төрт бұрышты призма деп. Дұрыс деген ол типа барлық қабырғасы тең. Дұрыс үш бұрышты десе табанында тең қаралас бұрыш, дұрыс төрт бұрышты десе дұрыс төрт қабырғасы бірдей төрт бұрыш шаршы жатыр. Бес бұрыш, дұрыс бес бұрыш десе, мына бес бұрыштың барлық бесеуінің қабырғасы тең. Так. Жалпы мына жерде қалай орналасқан? Мына нүктенің барлығы шарға не істеп жатыр? Кәдімгі шардың несінде тұр осындай. Сөйтіп орналасқан. Ілініп тұр. Так. Жалпы мынандай нәрсе, мына ең үлкен жалпы диагональ бар ғой мына жер. Мына жер көкпен сай. Бұл бізде 12 тең, иә, үшін түсініксіз. R тең 6 ғой. Мына бізде жартысы 6, радиусы. Мына бізде диаметрді береді 12 тең. Короче, мынау Пифагор теоремасының призмаға арналған түрі. Мына жерді алайық, бірінші табанының диагоналін, ол бізде диагональ, кішкентайдан диагональ, ол 8 квадрат, қосылған 8 квадрат, 64 көбейтілген 2. Диагональ бізде 8 дублясты 2. Дальше. H-ның квадраты, енді уже мынаны қолданамыз. H-ның квадраты қосылған 8 дублясты 2-ның квадраты, ол бізде 64 көбейтілген 2. Тең 144. H-ның квадраты тең 64 2 өтек 128. H-ның квадраты, ой, наоборот, шашпастан 16-ға тең, H тең болады 4. И неқта дублястан 6. Все осы. Бірінші мына жерді алдық, сосын мына еге бардық. Пифагор теоремасын екі рет қолдандық. Или мынандай формула бар. Мына кубтың диагоналі ол А квадрат, Б квадрат, С квадрат, 3 өлшемнің квадраттарын қосты. Осы нәрсе осыдан шығады, короче. Болды. Ең қызылды.